Менің өмірдегі ұстанымдарымның бірі Алланың сыйлаған Құранындағы аяттар, хадистер және адамзаттың адамша өмір сүруіне жол сілтейтін өсиеттері мен ғибратты сөздері. Одан кейінгі ұстанымым атамның көрегенді сөздері мен өз шалымның нақылға бергісіз ақыл сөздері деп есептеймін. Бәлкім біреулерге бұл әбес көрінер, бірақ шындығы солай. Тіпті шалымның өте сыпайы әзіл сөздері естіген кісі тоқтай алмай күлетін қағытпа сөздерінде қосар едім. Өзі салмақпен айта отырып, сабырмен жымиып айта бастағанның өзі сүйкімді, керемет жарасып тұрады. Құрбы-құрбастар сол сәттен бастап-ақ күле беретін. Әсіресе жас кезінде құрдастар отырысында қыздар күле-күле іштерін басып, құрбан, тоқтай тұршы, күле-күле ішіміз ауырды деп оны тоқтататын. Содан соң деп тыныс алып, естеріне түсіп кетіп, қайта күлетін. Осылай асабалық қызметі ұзақ жылдарға созылды. Бірақ орта жастан асып, ел ағасы болғаннан бастап, бәрін ысырып қойып, өте байсалды, барлық нәрсеге жоғары жауапкершілікпен қарайтын, бұрыс іс-әрекеттерге қынжылатын, дұрыстарына қуанатын, бүкіл халық қоғамдағы іс-әрекеттер өзіне қарап тұрғандай, ой санасымен өзі қорытындылап, жалпының ортасына салмай тұрып, өте жақындарымен ақылдасатын, үнемі байсалды жүретін қалыпқа түсті. Тек отбасына келгенде ғана еркін жазылып күліп, бала-шағаларын аймалап, баяғы ұмыт бола бастаған әзілдерін жібереді. Мен кейде адам есейген соң бұл да дұрыс шығар, бірақ сен баяғы жадырап жүретін, салмақпен жымиып күліп тұрып, елді күлдіретін құрбан емес, тіпті басқаша өте тұйық адамға айналып бара жатқан сияқтысың. Неге? Шүкір отбасы, бала-шаға, келін-кепшік, немерелер аман ғой десем, бірде ойланып отырып, иә, дұрыс айтасың. Бұл жағынан бәрі жақсы. Бірақ адамдардың іс-әрекеттері, ойлауларының нәтижесінде заман өзгеріп бара жатқандай байқайсың ба? Бізге жоғарыдан келіп жатқан нұсқауларда сұмдық. Сол күйінде, яғни сол мазмұнмен халыққа жеткізуге ұяласың, кейде қорқасың. Жоғары жақ халықты жайлап сүліктей сорып, ақысында жоқ қылама деп қорқамын. Қарапайым ауыл адамдарының жазда егін егіп, күзде өнімін жинап, бала-шағасын асырап, өз күндерін өздері көріп, нәпақа қылуға пайдаланып отырған жерлерін бермеңдер, не арендаға беріңдер. Алынған өнімнің аз ғана пайызы тиесілі болсын. Тағы басқа түрлі айламен халықты алдап, арбап, сыпайы саясатпен өздеріне алақан жайып, бағынышты ететін, немесе жемін іздеп даланы кезіп кеткен хайуанаттар сияқты бездіріп, тентіретіп жіберіп, ақырсында аш-жалаңаш күйі жұта салатын бір аждаһа аузын ашып келе жатқандай болады. Осыдан барып, келешек халықтың өмірі қандай болады? Ұрпақтарымыз қалайша мықты болып өсе алады? Дегендей сан сұрақтар мазамды алады. Айым, баяғы мамыражай заман келмеске кетті. Күлкі тыйылды. Жеңіл-желпі қарауға болмайды, деді. Мен іштей қатарларымыздың көбісі өмірден өтіп кетті, өте сиреп қалдық. Қатарың болмаса тойға барма дегендей, тойға бармаған кісінің күлкісі де тыйылады ғой. Соның да әсері бар. Және егде тартқан кезде жастардың арасында ретсіз әзілде, күлкіде жарасымсыз. Сондықтан
сабыр сақтау да дұрыс деп ойлайтынмын. Ол күнделікті тікелей халықпен етене араласып, бас агроном, зампред қызметтерін атқарып жүрген соң, тереңнен ойланып, іштей өзі саясатпен алысып, ойы толысып, халықтың мұң-мұқтажына болысып, жоғарыдан келген тексерушілерге оңаша жолығып, саясатта келіспейтін тұстарына халықтың игілігі, ізгі тілектер үшін басқаша бұрмаланғанын түсіндіріп, тірідей тәңірге жазықты жандай күй кешіп жүрген кездері екен. Шалымның осындай заманына бағытын жоғарыдағы сұрқия саясаттарды алдын ала сезе білген ақылы мен зерделі ойларын естіп, біле отырып, ерлі зайыпты екеуміздің арамыздағы субординацияны көрдім. Өйткені мұндай ойлар сезіну мектеп қызметкерлері мен халықтар арасына шалым айтқаннан бірнеше жылдар ұзақ уақыт өткенде ғана жетіп, жайлап аралай бастады. Шалым субординация ұғымын біреулер көңіліне алып қалар, ұят болады деп, өзінше ешкім түсінбесін деп, жалпақ тілмен үлкен астаудан ас ішкендер дейтін. Дәл тауып айтқанына риза боламын. Әрине, қызметкер болған соң үнемі үлкен астаудан ас ішкендермен бірге болатын. Бірге той-томалаққа, отырыстарға баратынбыз. Бірақ бұл сөз олар басқаша деген мағынаны емес, ата-аналары да лауазымды қызметкерлер болған деген мағынаны білдіреді. Менімше, олармен де дастархандас болған өте пайдалы, егер өзіңе қажеттісін ала білсең. Өйткені олармен өзіңнің гендік тұқым қуалаушылық ерекшеліктерін салыстыра отырып, тамаша қорытындыға келесің. Өте ұзақ ауқымды жиналыстардан кейін кіші астаудан ас ішкендер жүріңдер деп жолдастарын үйге ертіп келіп, бірінен кейін бірі сөз алып, бар эмоцияларымен қызынып, қолдарын сермеп, кейбірлері сұқ саусақтарымен жерді сұққылап отырып, әлгі жиналысты талқылайтын. Етті жеп болып, карта ойнап, бойдақ шай ішетін. Бұл көріністе бағанағы айқай, қызыну, қол сермеу басылып, сұқ саусақта басын қақшаңдатпай иіліп, бәрі басылған. Өткен кеткен қызықтарын айтып, бір-бірін қағытып, әзілдесіп, менімен де әзілдесіп, мен де олардың үйіндегі әйелдерін әңгімеге қосып, күліп ойнап, арқа-жарқа боламыз. Неше түрлі қалжыңбастар бар ғой. Маған қарап, айым, осындай қызба әрекеттерімізді көбінесе сен көресің. Тамақ шайыңды бересің, аузыңды басып селкілдеп күліп жүресің. Құрбанның жанына келіп, шайды жаңалап берейін деп ыстық шай әкелесің. Құрбан, сабағыңа дайындала бер десе, жоқ, сендермен өте қызық, кейін дайындаламын деп түнделетіп бізді күтесің. Саған ризамыз. Рахмет. Біздің қатын болса, бағанағыдай қызынып, даусымызды көтеріп, әңгіме айтқан кезде-ақ, әй немене, бәрің елеріп, айқайлап, бірдеңесі қозғалып кетіп, бой бермей жатқан еркекке ұқсап, не көрінді деп айқайға басатын, деп бәрімізді қыран-топан күлкіге батыратын. Екіншісі, әй қатын, мен елеріп, бірдеңесін көрсетіп айқайға басатын есек емеспін ғой. Қайта саған жағу үшін мәмен көке басамын ғой, демейсің бе? Десе, енді бірі, қатын, ол кезде мен өте мейірімдімін, бәріне де көне беремін, демейсің бе? Десе, келесі біреуі мұны қостап, иә, сынса сынсын дегендей дейді де, ішек-сілесі қатып күліп отырғандарға қарап әңгімесін бастайды. Бұл әңгімені ілгері заманда үлкен кісілерден естіп едім.
Баяғыда бір әйел қазанның астына от жағып су құюды ұмытып кетіп қазанды қақ бөліпті. Абысынына барып, «Үйбөй жеңеше-ау, осындайда осылай қазан қақ бөлінді. Қайныңызға енді қалай айтамын?» деп сасыпты. Абысыны сонда оны, яғни қайнысын, қатырайық. Бүгінше менің қазанымды пайдалан. Түнде сырласып, жымдасып жатқан кезде айт, депті. Тап абысыны айтқандай мезетте әйел, «Отағасы-ау, сыртта қазан ошақты бірдеңе тақырлатып жатыр. Қазанды сындыратын болды», депті кеудесін көтеріп. Сонда отағасы, «Мейлі, сынса сына берсін, сынса сынсын», деп бәріне көнген екен. Әйелден айла қалған ба? Амалын тауып, әйел күйеуінің айқайынан құтылған екен, деп бәрін ду күлдіріп, ұзақ уақыт ұмыта алмай, бірін-бірі мақұлдасқанда да, «Иә, мақұл, сынса сынсын», деп мәз болатын. Әрі қарай біреуі, «Қойыңдар-ей, айымнан, апайдан ұят болады», десе, екіншісі, «Апайдың да шалы бар ғой», дейді. Үшіншісі, «Әй жігіттер, құрбан тумысынан ерекше жаратылған жігіт қой. Өзі де сыпайы, әзілі де сыпайы. Ол айым апайына ешқашан айқайламайды. Қатыным айтқандай бірдеңесіне ие бола алмай, есек сияқты ақырмайды. Айкосына жай және жылы сөйлейді. Айым құрдас болғанмен апай ғой, сыйлауымыз керек», деп барып, селк-селк күліп, әрең тоқтайды. Құрдастар көңілдері жақын жандар болған соң, бәрі де кешірімді, бәрі де жарасымды. Мен де риза болып, жасай беріңдер жандарым. Маған да анда-санда осындай әзілдер керек. Келіп тұрыңдар деп күлемін.